Саламатсыздар ма оқушылар? 6 сынып математика оқулықтағы 1495 есеп. Саяхатшы А пунктінен В пунктіне 35 км/сағ жылдамдықпен мотоциклмен барды, ал қайтарда 14 км/сағ жылдамдықпен велосипедпен қайтты дейді. Саяхатшы А пунктінен В пунктіне 2,8 сағатта барып қайтты. Саяхатшының А пунктінен В пунктіне бару уақытын тап, В пунктінен А пунктіне қайту уақытын тап дейді. Енді есептің не сұрайды бізде? А пунктінен В пунктіне бару уақытын x дейміз, және В пунктінен А пунктіне қайтып келу уақыты y деп белгілейміз. Саяхатшы А пунктінен В пунктіне 35 км жылдамдықпен мотоциклмен барды дейді. Сонда барған жылдамдығы бізде 35 км/сағат. Және қайтқан кезде велосипедпен жылдамдық 14 км/сағат жылдамдықпен барып келді дейді. А пунктінен В пунктіне барғанда да келгенде де сол арақашықтық. Сонда мына екеуін көбейтсем де бір арақашықтық, мына екеуін көбейтсем де бір арақашықтық шығады. Сонда бірінші теңдеу 35x тең 14y болады. Ары қарай екінші теңдеу А пунктінен В пунктіне 2,8 сағатта барып қайтты дейді. Бару уақыты x, келу уақыты y, сонда 2,8 уақытта барып қайтты деген теңдеулі жүйесі осылай құрылады. Ары қарай мынаны қосу тәсілімен шығару керек болған жерде 35x минус 14y тең 0 деген теңдеу шығады. Екіншісін сол күйінде жазып қояйын. Мына бірінші теңдеуді 7-ге бөліп жіберсем, екі жағын 5x минус 2y тең 0 деген теңдеу шығады. Екіншісін сол күйінде жазып қоямын. Енді мына теңдеуді 2-ге көшіріп жіберейін. Сонда теңдеу менде сондай шығады. Бірінші теңдеу сол күйінде жазып қоямын. Екінші теңдеуді 2-ге өтсем 2x қосылған 2y тең 2,8-ді 2-ге өтсем 5,16 болады. Енді екеуін бір-біріне қосайын. Сонда менде шығады 7x. Мына екеуі жойылып кетеді. Мынау 5,16. X-ті табу үшін 5,16-ны 7-ге бөлсем 0,8 шығады. Енді x-ті табу үшін 2,8-ден y табу үшін 2,8-ден 0,8-ді азайтсам, менде 2 деген сан шығады. Сонымен есептің жауабы бару уақыты 0,8, келетін уақыты 2-ге тең болады екен. 96-шы есеп. Теплоход 2 сағат ағыспен жүзіп, және 3 сағат ағысқа қарсы жүзіп, 130 км қашықтыққа барды. Олар 3 сағат ағыспен жүзіп, баратын қашықтықты 4 сағат ағысқа қарсы жүзіп, баратын қашықтықтан 6 км кем дейді. Велосипед. Теплоходтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығын, ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығын тап дейді. Ағыспен жүзген жылдамдығын x дейміз. Ағысқа қарсы жүзген жылдамдығын y деп аламыз. 2 сағат ағыспен жүзді дейді. 2 сағат. Және 3 сағат ағысқа қарсы жүзді дейді. Барлығы 132 км қашықтыққа барды дейді. Сонда мына екеуін көбейтсем қашықтық, мына екеуін көбейтсем қашықтық шығады. Сонда 2x қосылған 3y тең 132 деген бірінші теңдеу болады. Енді ары қарай айтады. 3 сағат ағыспен жүзіп баратын қашықтықта 4 сағат ағысқа қарсы жүзіп баратын қашықтықтан 6 км кем болады. Сонда 4y минус 3x тең 6 деген теңдеулер жүйесін құрамыз. Ары қарай мына теңдеулер жүйесін шығару үшін мына теңдеуді 3-ге, мына теңдеуді 2-ге өтіп жіберейін. Сонда 6x плюс 9y тең 132-ні 3-ге өтсем 396. Келесі мына екеуін көбейткенде минус 6x өзгертіп жазайын. Плюс 8y тең 12. Ары қарай қосам. Екеу жойылып кетеді. Екеуін қоссам 17y тең 408. Y табу үшін 408-ді 17-ге бөлсем 24 деген сан шығады. Енді x-ті табу үшін мына теңдеуді қояйық. 2x плюс 3 көбейтілген 24 тең 132. Сонда 2x тең болады 132-ден 24-ті 3-ге көбейтсем 72. 2x тең болады 60. 60-ді 2-ге бөлсем x-тің мәні 30 болады. Соның есептің жауабы ағыспен жүрген жылдамдығы 30, ағысқа қарсы жүзген жылдамдығы 24 болады екен.